Жалпы намаз дегенimiz не? Намаз дегенimiz шариғатта салауат деген бар. Пайғамбарымызға айтылатын салауат бар. 5 уақыт намаз бар, жұма намазы бар, марқұмға оқылатын жаназа бар. Соның баршасының ортақ атауы салауат. Салауат дегенimiz бұл дұға. Енді бізге намаз деп түркі халықтары айтуының себебі бұл парсыдан бізге өткен сөз. Яғни дұға деген сөз. Парсыларда да намаз дегенді дұға деп түсіндіреді. Негіз ал енді діни тілде ол салауат 5 уақыт намазға қатысты айтылады. Жұма намазына, марқұмға оқылатын жаназаға және пайғамбарымызға арнайы айтылатын салауат, соның баршасы дұға болып табылады. Демек намаз біздің ең негізгі дұғамыз, тілегіміз болып саналады. Соның ішіндегі намаз екіге бөлінеді. Міндетті түрде оқылатын намаз, 5 уақыт намаз, жұма намаз секілді, яки болмасам ерікті түрде қосымша оқылатын нәпіл намаздар. Енді намаздың қаншалықты маңызға ие екендігін көру үшін мына жайтты ескеру керек. Жалпы Алла Тағаланың әмір еткен құлшылықтары уақытқа қарай, ретіне қарай өздері ішінара бөлінеді. Мәселенки адам өмірінде бір-ақ рет жасаса болатын ғибадат бар. Ол қажылық. Егер адамның денсаулығы көтерсе және қаражаты болса жолға, өмірінде бір рет қажылыққа бару ол мойнындағы парызы, міндеті. Екінші рет бару оған парыз емес. Қаражаты болып тұрса да, денсаулығы көтеріп тұрса да, екінші рет бару оның мойнындағы міндет емес. Сондай-ақ жылына бір-ақ рет жасалатын ғибадаттар бар. Бұл Рамазанның оразасы. Міндет, ол да парыз, бірақ жылына бір-ақ рет жасалады. Бұлғанда адамның денсаулығы көтерсе, ол сол парызды орындауы керек. Міне сол ғибадаттардың ішінен намаз, ол тәулігіне 5 рет орындалады. Міне осы тұрғыдан қараған кезде намаздың қаншалықты адамға маңызды екендігін көрсетеді. Адамның өміріндегі қаншалықты орынға ие екендігін көрсетеді. Тәулігіне 5 рет жасалады. Басқаша сөзбен айтатын болсақ, біз бір нәрсеге аса мұқтаж болмасақ, оны көп қайталамаймыз. Ал бір нәрсеге мұқтаждығымыз жоғары болса, оны біз тәулігіне бірнеше рет қайталаймыз. Мәселенки, ас ішуіміз. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, оны қысқартуға болмайды бізге. Өйткені ол аса маңызды бізге. Денсаулығымызға, өмірімізге, жасайтын жұмысымызға ең негізгі қажетті дүние бұл әлдену. Ас ішу бұл маңызды. Міне осы, яки болмасам, адам жұмасына бір-ақ рет моншаға түссе болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, әрбір мұхталимге, мұхталим деген балиғатқа толып, жүніп болатын, ер азамат болып қалған адамға жұмасына бір рет шомылып тұру, тазалық сақтап тұру, міндет, уәжіп деп айтқан. Яғни жұмасына бір-ақ рет шомылсақ, кем дегенде бізге жеткілікті. Ал енді қазақша сөзбен айтқанда, ауадай қажет нәрселер бар. Тыныстауымыз мәселен, ауаны шығарып, қайтып ауа жұтуымыз бізге зәру, біз өмір сүруіміз үшін. Намаз сол бізге ауадай қажет нәрсе. Неге? Өйткені біз өте мұқтаж жанбыз. Біз әр уақытта бір нәрсені сұрауға мұқтажбыз. Ал енді сол сұраудың жолы, жаңа жоғарыда айтқандай, дұға. Ал дұға дегеніміз, ол намаз. Өйткені салауат деген сөз, ол дұға. Сол дұғаға біз мұқтажбыз. Біз сұрауымыз керек біз өйткені. Міне сондықтан бұның маңызы намаздың осындай. Енді тағы да маңызын арттыратын бір жайт бар. Жаңағы айтқандай, қажылық жасау үшін міндетті түрде денсаулықпен қоса қаражат керек. Оразаға да сол, денсаулық қажет, міндетті түрде. Зекет беру үшін адам бай болу керек. Ал енді намаз оқу үшін қандай шарт бар? Намаз оқу үшін денсаулық та шарт емес.
Жас та шарт емес. Әлеуметтік жағдай, бай кедей де шарт емес. Жыныс та шарт емес. Ер адам, әйел адам айырмашылық жоқ. Демек, намаз жасқа да, қарияға да, байға да, кедейге де, ер азаматқа да, әйелге де, дені сау адамға да, науқас адамға да теңдей орындауға мүмкіндігі бар ғибадат. Бұл дастархандағы нан секілді. Басқа қосымша тамақсыз, ірімшік, май, құртсыз күнелтуге болады, бірақ нансыз қиын. Намаз сондай. Денсаулығыңыз өте нашар екен, намаз оқымай қойыңыз деп, сондай үлкен ғибадаттан шариғат адамды махрум етпейді. Өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, шаман келсе тұрып оқы. Оған шаман келмесе отырып оқы. Оған шаман келмесе жантайып, жамбастап оқы деп айтқан. Барлық жағдайда намаз оқуға болады. Намазға дайындықта да осы рұқсаттар бар. Су табылмаса таяммум бар. Су табылып тұрып сіздің денсаулығыңыз көтермесе, сумен жуынуға, ауа райының суықтығы сіздің ауырып тұрғандығыңызға қатысты болса, қайтадан таяммум ала бересіз. Яғни намазға баратын жолдар өте көп. Намаз тек қана екі жағдайда ғана оқылмайды. Адам есін білмесе, есінен танып қалған болса, яки болмасам жынды болып қалған болса, яғни есін жоғалтып алған болса, яки болмасам ол ұйықтап жатқан адам болса. Осы екі жағдайдан басқа барлық кезде намазға адамға ешбір кедергі жоқ. Жас жағынан да, денсаулық жағынан да, мүмкіндік жағынан да. Енді келесі кезектегі дүние, жалпы адам намазғы мен намазға қарсымын, үзілді кесілді намаз оқымаймын дейтін адам ол кездестірмеген шығармыз ешқайсымыз. Бірақ намаз оқымайтын адам ол түрлі сылтау айтады. Мен әлі дайын емеспін. Менің жұмысым көп. Бала шаға асырауым керекпін. Мен оқимын. Бірақ уақыт керек маған. Реті келеді өзі. Мына шаруам бітсін. Біраз шаруамды бітіріп алайын. Жоспарларым біраз бітіріп алсам, міндет түрде оқимын. Балдарым есейсін. Яки болмасам жаңағыдай қарызым бар, содан құтылайын. Бір тәуелсіз, сондай қарызсыз жүретін кезге жетейін, сол кезде оқимын дейді. Жалпы адамға намазға дайындық үшін не керек? Көп адам намазға дайындық деген бір күні өзінің ішіне сондай бір түрткі шығатын күтеді. Я мына 40-қа келдім, менен дайынмын. Яки болмасам пайғамбар жасына келдім, 63-ке келдім, мен намазға дайын шығарым деген секілді сондай ойды күтеді. Бірақ шариғатта намазға дайындықты Алла тағала белгілеп қойған. Ол балиғат жасы. Ең ертесі ер азамат үшін 12 жас. Ең кеші 15 жаста адам, бала, жігіт бола бастайды. Жігіт бола бастаған шақтан бастап намаз оқу оның парызы. Қыз баласына ол енді ең ерте жасы 9, ең кеш жасы тағы да 15 жас. Өңірге қарай, ауа райы ыстық өңірлерде балдар тез ер жетіп бой жетеді. Ауа райы суық жерлерде ол сәл кештеу болуы мүмкін. Міне сол кезде Алла тағала бізге сен намазға дайынсың деп біздің денемізбен көрсетеді. Басқаша сөзбен айтқан кезде бізде оның ішінде отау иесі деген сөз бар. Оның ішінде отау иесі деген сөз, егер 13 жасар баланы сол замандарда үйлендіретін болса, ол әке бола алады. Одан бала дүниеге келеді. Ол ер азамат болып қалды деген сөз. Қазіргі таңда ол 13 жас болмаса да 15 жаста ең жоқ дегенде ер азаматтар жігіт болады. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін ажырата бастайды. Сол кездерде намаз оқу оған парыз, міндет. Яғни сол жаста сен дайынсың деп Алла тағала біздің денемізбен көрсетеді. Сенің денең дайын оған. Өйткені үйленсең, кәмелет жасына толмасаң да үйленсең, сенен ұл туады, бала дүниеге келеді. Немесе тұрмысқа шықса, ана бола алады.
Демек намазға дайындық физиологиялық дайындықпен ақыл есінің дайындығы сол жаста дайын болады. Бірақ адам кей кезде жаңағыдай мен әлі біраз уақыт керек, балдарым есейсін, үйлендірейін баламды, қызымды ұзатайын деп сондай алдаудың арқасына жүреді. Енді жұмысым көп, басқа да шаруам бар деген адамға тағы да оңқы қате. Неге? Өйткені жаңағы айтқандай намаз ол дұға. Адам бір жұмысы жүру үшін, ісі оңынан басу үшін, бірінші ол Алла Тағаланы сұрау керек. Оның бір-ақ жолы бар, намаз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір маңызы шаруа болса, міндетті түрде 2 ракат оқып барып, сол шаруаға кіріседі екен. Өйткені Алладан сұрайды. Намаз деген жаңа айтқандай сұрау. Бір жұмыс бастағыңыз келді ма? Үйдің іргетасын құймақшы болдыңыз ба? Намаз оқыңыз 2 ракат. Балаңыз оқуға түсейін деп жатыр ма? 2 ракат намаз оқыңыз. Жұмысқа бір резюме тапсырдыңыз ба? Оқу бітіріп, жұмысқа орналасып барсыз ба? Намаз оқыңыз. Бірінші тілеу, Алладан сұрау керек. Өйткені қазақта не дейді? Алладан сұрағанның 2 бүйірі шығады. Адамнан сұрағанның 2 көз шығады дейді. Алладан сұрауымыз керекпіз. Жаңағы күйбен тіршілігіміз, шаруам бітсін, қарызым құтылайын деген нәрсені біз дұрыс емес бағытта іздеп жатқандай боламыз. Бірінші намаз оқу керек. Әрине намаз оқу деген сөз жұмыстың барлығын ысырып тастап, жай намазды үстінде күнді өткізу деген сөз емес. Намаз оқисыз, сосын барып әрекетіңізге кірісесіз деген сөз. Мен бір намаз оқымайтындардың тағы бір легі айтатын сөзі, мен біреудің ала-жібін аттаған жоқпын. Күні бүгінге дейін біреуді ренжітіп көрген жоқпын. Мен намаз оқитында бір күнә жасаған жоқпын деп айтады. Жалпы намаз оқудағы мақсатымыз біз күнә жасағандықтан емес. Ол бізге парыз болғандықтан оқимыз намазды. Ең таза адам намаздан құтылу керек болса, онда әрине баршамыз келсеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқымау керек еді. Өйткені ең таза адам жер бетіне түсірілген. Ең тақуа адам, Алланың ең сүйікті құлы, әрине пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сол кісі. Намаздан құтылуға рұқсат етілген бір адам болса, әрине ол біздің пайғамбарымыз болар еді. Бірақ ол кісі қалай намаз оқыды? Айша анамыз айтады, түнделетіп намаз оқыған соншалықты тобықтары жарылып кетер еді дейді. Яки болмасам ең соңғы күндерінде қалай намаз оқыды? Азан шақырылған кезде тұруға шамасы келмегенде 2 сахаба қолтығынан демеп, дәретке алып барып. Дәрет алып болғаннан соң тағы да икемделе берген кезде соншалықты денесі әлсіреп кеткендігі, ауру жеңіп бара жатқандығы, науқас бойына дендеп кеткендігі соншалықты есінен талып қалып. Қайтадан есін жиған кезде қайтадан дәрет алып намазға талпынған. Яғни ең тазамын деген адам демек бірінші кезекте жай намаздың үстінен табылу керек деген сөз. Ал енді бұл не үшін үлкен күнә? Болмағанға болыспа деген сөз бар. Біреу өзіне жақсы бір тірлікке ұмтылмаса, ең жазаға лайықты адам сол. Біз өзімізге ең пайдалы дүниеден бас тартатын болсақ, намаз деген, Алладан сұрау, тілек деген нәрседен бас тартсақ, әрине ең үлкен күнә сол. Жазаға ең лайықты адамдардың бірі де сол болып табылады. Адам өзінің пайдасынан қашуы. Ең үлкен кешірілмес күнәлардың бірі осы болып табылады. Намаз жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан көптеген сөздері бар. Соның бірі Абу Хурайра, Алла одан разы болсын, жеткізген хадисі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға: егер есіктеріңнің алдынан өзен ағып жатса, және де сол өзенге күніне 5 рет жуынатын болсаңдар, шомылатын болсаңдар, денелеріңде бір лас нәрсе қалама, кір қалама деп сұрайды. Сонда сахабалар баршасы денеде лас нәрсе қалмайды, кір қалмайды деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да 5 уақыт намаздың мысалы да сондай.
5 уақыт намаз да сол дария секілді. Алла тағала сол намаздармен қателерді, күнәларды жуып шаят деп айтқан. 5 уақыт намаз оқумен біз тазарып отырамыз. Және де әр намазың соңынан Алладан тілек тілейміз. Өйткені адамның жолы болу үшін, ісі оңынан жүру үшін, ол міндетті түрде бір қолдаушыға мұқтаж. Қолдайтын, демейтін, соның ойлаған жоспарларын жүзеге асыруға көмектесетін біреуге мұқтаж. Көбіне ол жағынан келгенде біз мәселен бір ақыл айтатын, немесе қаржылай көмектесетін бір үлкен бір сүйенетін адам болса екен деп ойлаймыз. Сол біздің Раббымыз. Біз жай өзімізден үлкен бір ағамызға емес, біз Раббымызға сүйеніміз керекпіз. Әр намазда біз, әр ракатта «Ияка на'буду ва ияка настаин» деп айтамыз. Әр ракатта. 4 бас намаз оқитын болсақ, 4 рет соны айтамыз бір намазда. «Ияка на'буду ва ияка настаин». Алла тағала, саған ғана ғибадат етемін, және сенен ғана жәрдем сұраймын. Әрине сізге Алла тағала жәрдемдесетін болса, онда сіздің жоспарыңызға ешкім кедергі ете алмайды. Егер Алла қолдайтын болса, онда сіздің қанша дұшпаныңыз болса да, сізге тосқауыл бола алмайды. Ал енді Алла қолдамаса, сіз қанша жоспарыңыз болса да, қанша шаруаны істеп қойған болсаңыз да, әрине оның түбінде бір сәтсіздік болады. Сондықтан 5 уақыт намаз оқымау бұл үлкен күнә болып табылады. Үлкен күнә болғанда да адамның өзінің қара басына жасаған қиянат, өзінің отырған ағашын аралап жатқан адам секілді. Өзі жүзіп бара жатқан қайығын тесіп, өзін қаса қана дарияның түбіне батырмақ болған адамның кейпінде болады. Намаз бұл өмірдің соңына дейін жалғасатын. Әр оқыған сайын оның ләззаты болатын ғибадат болу керек. Намаздың өзі 2 көріністен тұрады. Біріншісі қимыл. Екіншісі оның беретін пайдасы. Әр намаздан адам бір пайда табу керек, ләззат табу керек. Адам еш уақытта, мәселен, дастарханның басына отырған кезде еріксіз жаңағыдай аузына ас сала бермейді. Әр отырған сайын жаңадан соның дәмін сезінеді. Әр суды ішкен сайын оны жаңадан басқа қырынан рахаттанып ішеді. Осыдан жалықтым, мезі болдым деп ешкім айтпайды. Сол секілді әр намазға тұрған сайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, қоштасып жатқан, пәнимен қош айтысып жатқан адамның кейпінде намаз оқы деген. Әр намазың сондай болсын деген. Бейне бір, осы мен соңғы намазым деген секілді. Өйткені біз бір мұқтаж адамның кездесетін болсақ, тағы да бір кездесуге мүмкіндігім болар деп немқұрай қарамаймыз. Бұдан кейін кездеспей қалатын шығармын. Маған керек жайттың бәрін сұрап алайын. Маған керек мәселелерді ұмытып кетпейін деп аса мұқият боламыз. Ойдың барлығы сол жерде тұрады. Намазы сондай болу керек. Намазға барған кезде Аллаху акбар деген кезде такбир тахрим, яғни дүниені тыйып тастау, дүниені харам ету такбирін айтқан кезде, иншалла сондай бейнеге көше алсақ, әрине намазға уәде етілген жақсылықтың баршасы бізде болады. Егер намазыңызға берік болсаңыз, намазыңызды рахатпен, ықыласпен оқитын болсаңыз, сіздің барлық мәселеңіз, қиыншылығыңыз шешіледі, барлық жоспарларыңыз иншалла жүзеге асатын болады. Енді намаз деген кезде бірінші өзім оқып, және ықыласпен оқуға әрекет етейін деген жоспар болу керек. Екінші, адам өзіне құп көрген жақсылықты
әкесіне, бауырына, жора жолдасына да құп көру керек. Тек намаз оқып қоймастан, жұбайларымызға, әйелдерімізге де, бауырларымызға да соны қызықтыру керек. Өткен дүниеде де сондай мәселе жасаймыз. Үйді бұлай сатып алып жатырмын. Баршамыз содан ақылдаса бастаймыз. Қалай алуға болады екен? Көлік алдым. Қалай алуға болады екен? Ұмтыламыз. Сол секілді, мен намаз оқыдым, енді кел деп бауырымызға да айтуымыз керекпіз, иншалла. Ал құрметті бауырлар, бүгін иншалла осы намаз жайлы болды. Яғни, қысқаша айтқан кезде, ең үлкен күнәлардың бірі бұл намаз оқымау. Алланың әмірі болған намаз оқымау ең үлкен күнәлардың бірі. Егер Алла тағала жаңа хадисте, ең соңында хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, пенде қияметте ең бірінші сұралатын ісі ол намаз деп айтқан. Егер намазы бүтін болса, толық болса, ол құтылады деп айтады. Егер бүтін болмаса, толық болмаса, оның нәпіл қосымша намазы бар ма деп сұралады деген. Болса, сонымен толықтырылады деген. Егер намаз оқымаған болса, ол бақытсыз болған, шығынға ұшыраған адам болады дейді. Қанша жақсы адам болсаңыз да, қанша дұрыс жүрген болсаңыз да, егер намазыңыз бүтін болмаса, жаңа хадисте айтқандай, бірінші, ең негізгі сұрақ жауаптан сүрінесіз. Кейін Алланың қалауына қаласыз. Егер Алла тағала кешірмесе, әрине ол үшін жаза бар. Егер кешіретін болса, ол басқа дүние. Бірақ Алла кешірет деп айту, бұл шариғатта жоқ. Субхана роббика роббил айзати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин ла илаха илля анта субханака инна кунна миназ залимин субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким бирахматика я архамар. Аллаху